Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ниша таңдау. Қалай біз ниша таңдаймыз, қандай критерияларға қараймыз, сол туралы қазір толықтай айтып беретін боламын. Менің Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер, ол жерде күшті информация бар. Ниша таңдау дегенде көбісінің басына ниша деген ол товар ғой, былай айтқанда. Қандай товар футболға жіберемін, қандай товар саламын, көбісінің ойына былай айтқанда келмейді ол нәрселер. Ол нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Ол сіздер определенный критерияларға қарап сіздер ниша табу керексіздер. Енді бірінші критериямыз ол товардың өзінің выручкасы, общий выручкасы. Вообще ол товарға спрос бар ма, спрос жоқ па? Общий выручкасы ол товардың жақсы, үлкен болу керек. Если товардың выручкасы миллион рубль сондай ғана болса, онда общий категориядағы выручкасы аз болса, ол товарға кірудің қажеті жоқ. То есть ол товарға вообще спрос бар ма, жоқ па, сол туралы бірінші біліп алу керек. Оны білу үшін бізге МПСАС көмекке келеді. МПСАС арқылы товардың категориясында қанша выручка бар екенін көрсек болады. То есть біріншісі бізде не екен? Выручка екен, бір, ол бізде выручка. Выручка онша емес, мән бермей қойыңыздар. Выручка қанша болу керек? Қанша минимальный болу керек? Негізінде минимальный выручка 2 миллион болу керек. То есть бұл қатып қалған нәрсе емес, бірақ примерно айтқанда 2 миллионнан төмен уже ол товарға спрос аз деген сөз. Например, маркер болса, бұл маркерға біз қараймыз, жалпы маркер деген ол өтетін зат, бірақ ол Wildberries өте ма, өтпей ма? Соны қарау керек. Глубинасын былай айтқанда. Глубина неше, то есть выручкамен қараймыз, 2 миллионнан төмен болмау керек. То есть одан төмен болса, Wildberries'тан емес, адамдар лучше барып магазиннен ала салған дұрыс деген сияқты нәрсеге қарайды. Екіншісі ол товардың конкурентность, то есть монополист, конкурентность дейді. Конкурентность. То есть конкуренция қанша болу керек. То есть біз оны продавцы деген бөлімге кіретін болсақ, сол жерде бізде продавецтердің бір продавец барлық рынокты алып отырса, сіздер оны жылыстамайсыздар, оны алдында айттық, сабақта да айттық. То есть продавецтердің саны аз болу керек. То есть бір продавец жоқ аз болу керек емес. Бір продавец көп бөлікті алып отырмау керек. Қаншалықты көп? 30%-тен көп болмау керек. Бір продавецте 30%-тен көп выручка болмау керек. Именно сол нишада. Түсінікті ма? Сол нишада бізде бір продавец қана 30% тортты былай айтқанда, торт болса, торттың мысалы әртісі былайынан бөлінетін болса, 25, осындай проценттің мысалы осындай бөлігін бір адам алып отса, ол болмайды мысалы, бір адамда мысалы, ол уже болмайды деген түсінікті. И үшіншісі ол уже товардың маржинальности, ол туралы біз келесі видеода айтатын боламыз. Сіздермен болған Қасымбек Айдархан. Жалпы видео ұнаса, ниша таңдау бойынша. Ниша деген ол өте терең нәрсе ғой, бұны қарай берсең, іздеп таба бересің товарды. И прогнозға қарайсың, быстрорастающий деген сияқты. Вот. Келесі видеода кездескенше. Родной.